Қайырлы күн, кеше ғана жұмысқа жарамсыздық парағын тапсырған болатынбыз. Осы бойынша сіздерге видео түсіріп қояйын, сіздерге пайдалы болсын. Мына жерге ИП-ның атауы жазылып тұрады үстінде, немесе ТО қандай организациясы жұмыс жасайсыз, соны жазасыз. Мына жерде отдел, бұл ТО-да бір организация жасасаңыз жазасыз ол жерге. Мына жерде должностьқа сіз директор деп жазасыз, сіздің қызметіңіз. Табель орны ол сіз ИП арқылы қанша рет шығып жатсыз, соны жазасыз. Бірінші, екінші рет ол қатты да маңызды емес. Мына жерде қай уақыттан бастап екеуі де бір, яғни біреу қазақша, біреу орысша жазылған, біреуін толтырсаңыз болады. Бұл жердегі датаны қайдан аламыз? Мына жерде үстінде тұрады, мен белгілеп қоямын. Сол жерден аласыз, яғни сіз қай күннен бастап декретке шығып жатсыз. Осы жерде тұрады осы датаны. Келесі қай уақытқа дейін жұмыс жасамайсыз, яғни осы дата деп жазылып тұрады. Міне мен толтырып жатқан дата. Больничный листтің алдында тұрады. Мына жерде примерно жазылып жатыр. Астындағы жазылатын жер ол қай уақыттан бастап жұмысқа шығады, яғни жұмысқа шығатынның датасы. Соны толтырасыздар. Ол астында жазылып тұрады осы больничный листтің. Сол жерге датаны толтырасыздар. Жас болғаннан кейін астында екі жерге қол қоясыздар. Егер ИП-мен шығып жатсаңыздар. Егер де басқа жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, онда бірінші жерге кадровик немесе бухгалтер қолын қояды. Ол жерге сіз қоймайсыз. Мына жерде бірінші жерге ол жерге кадровик қояды. Біз ИП-мен болғаннан кейін екеуіне қол қоямыз. Және тапсыратын уақытты жазамыз. Қай күн тапсырып жатсыз больничный листті. Және мына жерге печать қоясыз, немесе печать болмаса БП деп жазасыз. Солай тапсырсаңыздар болады. Ескерте кететін жайт, егер сізде басқа жерде ИП-мен қоса басқа жерде шығып жатсаңыз, онда екі больничный лист тапсыратын боласыз, екі жерден.